Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің сіздермен қарастыратын сабағымыз қазақ тілі 8-ші сынып, 5-ші бөлім биоалуан түрлілік қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер синтаксис бөлімі бойынша Қазақстанның қызыл кітабына енген құстар және тұрлаусыз мүше анықтауыш туралы сөз қозғайтын боламыз. Олай болса, сабаққа шолу жасап көрелік. Төмендегі суреттерге назар аударып, сабаққа қаншалықты байланысы барлығын анықтаңыз. Әрине, бұл жерде Қазақстанның қызыл кітабына енген құстар туралы мәлімет жинақталған. Бүгінде Қазақстанда құстардың 150 түрі жойылып кетуі мүмкін. Отандық орнитологтар осындай болжамдар жасайды. Қызыл кітапқа енген құстар жоғалуына, санының азаюына байланысты бірнеше санатқа бөлінеді екен. Бірінші санат – жойылып бара жатқан, немесе мүмкін жойылып кеткен. Екінші санат – апатты түрде саны қысқарып бара жатқан түр. Үшінші санатта – сирек кездесетін, саны аз табылған құстар. Төртінші санат – белгісіз, толық зерттелмеген екен. Бесінші санат – тұрақты бақылауды қажет ететін, жерсіндірілген түр. Сондай құстардың бірі саны азайып бара жатқан бүркіт. Бұл Еуразиядағы кеңінен таралған құс екен. Олар ұялайтын жерінде қыстай береді. Қазақстан аумағында біркелкі емес, кездейсоқтар алған. Бүркіттер құз жартасты тауларды, қыраттарды, қарағайлы және басқа тоғайларды, сексеуілді шөлдерді мекендейді. Бүркіттің Қазақстандағы жалпы саны белгісіз, бірақ деректерге сүйенсек, жүздеген бас есептеледі. Қызыл кітапқа енген бірқазандар жоғалудың аз-ақ алдында тұр деп хабарлайды. Ескек аяқты құстар тобына жататын бірқазанды сақтаудың амалдарын ертерек қарастырмасақ, мүлдем жоғалтып алуымыз мүмкін дейді мамандар. Сондықтан да Қазақстанның биоалуан түрлілікті сақтау қауымдастығы мен құстарды қорғау одағы 2021 жылды бірқазан жылы деп жариялады. Әрине, құстар әлемі сіздердің әрқайсыларыңызды қызықтырады деген ойдамын. Қызыл кітапқа енген құстардың ерекшелігі қандай? Қызыл кітапқа енген құстардың ерекшелігі сол, олардың жойылып бара жатқандығында. Халықаралық табиғат қорғау одағының қызыл кітабын шығаруға құстарды қорғау жөніндегі халықаралық кеңес, су құстарын зерттейтін халықаралық бюро, жануарларды қорғау жөніндегі бүкіл әлемдік федерация, тағы басқа ұйымдар қатысады. Қызыл кітап табиғат қорғаудың негізгі іргетасы, экологиялық білім мен тәрбие берудің қайнар көзі болып саналады. Сіздер сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерін жақсы білесіздер. Яғни, өздігінен сөйлем құрай алмайтын, тек берілген ойды кеңейте түсетін анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш бар. Бүгін біз осы тұрлаусыз мүшелердің бірі анықтауышқа тоқталайық. Анықтауыш зат есімнен немесе заттық ұғымда жұмсалған басқа да сөз таптарынан болған мүшелерді сындық, сапалық, сандық, иелік жағынан сипаттап, анықтап тұратын тұрлаусыз мүше. Сұраулары қандай, қай, қанша, неше, кімнің, ненің. Байланысу түрлері матасу, қабысу, сызбасы, ирек сызық. Олай болса, анықтауыш бола алатын сөйлемдерге тоқталайық. Әрине, анықтауыш көбінесе сын есімнен болады. Мысалы, ұзын бойлы сымбатты жігіт кірді. Қандай жігіт кірді? Ұзын бойлы сымбатты. Ағаш есіктер мен терезелер ауыстырылды. Түбір күйінде ағаш не деген сұраққа жауап беріп тұр, яғни зат есім болады. Ал қандай ағаштар
яғни қандай ағаш есіктер мен терезелер ауыстырылды дегенде қандай деген сұрау арқылы анықтауыш жасалынып тұр. Жігіттің 3 жұрты бар. Әрине сіздер білесіздер, жігіттің өз жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты бар. Бұл жерде 3 деген сан есім арқылы, қанша деген сұрау арқылы анықтауыш жасалынып тұр. Келесі мысал, ол апайды жақсы танимын, яғни ол деген сілтеу есімдік арқылы жасалынып тұр. Әннің де естісі бар, есері бар. Бұл жерде ілік септігінің жалғауы, яғни әннің деген сөздегі нің деген жалғау арқылы анықтауыш жасалып тұр. Анасы бар адамдар қартаймайды. Қандай адамдар қартаймайды? Анасы бар адамдар. Міне бұл жерде де анықтауыш сын есім арқылы жасалып тұр. Құрылысына қарай анықтауыштар дара, күрделі, үйірлі болып бөлінеді екен. Дара Қоқанның қоңыраулы балуанын жығыпты. Бұл жердегі анықтауыш қандай балуанын жығыпты? Қоңыраулы. Күрделі болған жағдайда үйге Мәкіштің өзімен құрбылас сұңғақ бойлы келіншек кірді. Қандай бойлы? Сұңғақ бойлы. Міне бұл жерде сөз тіркесі арқылы күрделі анықтауыш жасалынып тұр. Үйірлі болған жағдайда, үйірлі мүше дегеніміздің не екенін сіздер жақсы білесіздер. Үйірлі мүше бірнеше сөзден құралып, өз ішінде бастауыштық, баяндауыштық қатынастан тұратын бір сөйлем мүшесі қызметін атқаратын сөздер тобы болатын. Бұл жердегі үйірлі мүше қызыл балақтың машығына бойы үйренген жуас торы ат үріккен жоқ. Анықтауыш болатын сөз таптары олар сын есім, зат есім, сан есім, есімдіктер, есімше, ілік септікте тұратын есім сөздер. Сын есім арқылы жасалған анықтауышқа көңіл бөлейік. Мысалы, жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады. Қандай жігіт? Жақсы. Ал зат есім арқылы жасалған жағдайда алтын тақта жатса да ажалы жеткен ер пақыр. Қандай тақта? Алтын тақта. Бұл жерде де анықтауыш болып тұр. Сан есім арқылы жасалған жағдайда мың досты көп демегейсің. Бұл жерде қанша деген сұрау арқылы мың деп сан есім арқылы жасалған анықтауышты көруге болады. Есімдіктер есімше арқылы жасалған жағдайда Оспан мына қимылға тіпті сүйсініп кетті. Қандай қимылға? Міне бұл жерде есімдік арқылы жасалынып тұр. Мына деген сөз есімдікті білдіріп тұр бұл жерде. Жүрерін ерте ойлап әзірлеген сөздері осы еді. Міне бұл жерде де яғни есімше арқылы жасалынған сөзді байқауымызға болады. Ілік септікте тұрған есім сөздер қашанда анықтауыш болатыны белгілі. Дүниенің заңы биліктің қолында. Кімнің қолында? Биліктің қолында. Ненің заңы? Дүниенің заңы. Яғни бұл жерде ілік септігінің жалғауы арқылы анықтауыш болатын сөзді байқадық. Олай болса, құрметті оқушылар, сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелерін біліп, сөйлем талдауды жақсы үйреніп алатындықтарыңызға мен сенімдімін. Назарларыңызға рахмет.